Қайнатуды қажет етпейтін бірден баклажкаға салып салқын жерде сақтай бересіздер. Бұның халық арасында көптеген атаулары бар. Огонек, кобра, ачка деп айтып жатады. Бізде шығыс өңірде кобра деп айтамыз. Сіздер жақта қалай айтады? Комментария бөлімінде жазып кетіңіздер. Енді сіздермен дайындалу барысымен бөлісейін. Барлық құрамын осы видеоның астына жазып кетемін. Барлық құрамын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бұл жерде хрен обязательно қосасыздар. Хрен болмаса, онда сіздердің кобраларыңызды ашып кетеді. Тұзын, бұрышын, лабыр жапырағын және де аспирин қосып жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін бетін жауып жарты күнге қойып қоямыз. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Ешқандай қайнатуды қажет етпейді. Осындай свежий күйінде атылмай, қыста рахаттанып, манты мен пловпен жей бересіздер. Өте дәмді болады. Бірден баклажкаға салып салқын жерде сақтай беруге болады. Рецепт ұнаған болса, менің пайдалы парақшама